Мынаны қарашы. Қалай ойластырып қойған, Осындай да сауда орталығы болады екен. Мына жақта пойыз өтіп бара жатыр, мына жақта су ағып жатыр. Мен шынымды айтайын, бір 2050 жылға түсіп кеткен сияқты болып тұрмын. Сингапур әлемдегі ең кішкентай мемлекеттердің бірі. Жер көлемі біздің Астанамен шамалас, алайда бұл жайт елдің өркендеуіне кедергі болған емес. Қауіпсіздік жағынан өте жоғары деңгейде. Түннің қай уақытында болсын, бірдеңе ұрынып қалам деген ондай қатты уайымда болмайды. Мұнда орташа өмір сүру ұзақтығы 84 жас. Білім беру сапасы рейтингте көш бастап тұр. Қоғамдық көлік өте жақсы дамыған. Байы болсын, кедейі болсын, қандай болса, ондай болсын, барлығы қолданады. Толық қамтамасыз етілген, мына жерге қалай барам деп басыңды қатырмайсың. Халықтың 80% мемлекеттік тұрғын үйлерде тұрады, жұмыссыздық деңгейі 2%-дан төмен, ал орташа айлық жалақы $4,500 тең. Жұрт толықтай таза су мен электр энергиясымен қамтамасыз етілген. Бір байқағанымыз Сингапурда кептеліс мүлде жоқ екен. Сөйтсек, мұнда мәшіне айдау құқығына ие болу өте қымбат екен. 20 ғасырдың 50 жылдарында Сингапур жемқорлық жайлаған кедей мемлекет еді. 1965 жылы Малайзиядан бөлініп, тәуелсіздік алғаннан кейін Ли Куан Ю көшбасшы ретінде батыл реформаларды қолға алды. Сингапур табиғи ресурстардың жоқтығына қарамастан адам капиталына инвестиция жасады. Ли Куан Ю алдымен жемқорлықпен күресті және заң үстемдігін орнатты. Одан кейін білім беру жүйесін реформалап, заманауи инфрақұрылым салуға басымдық берді. Стратегиялық орналасуын тиімді пайдаланып, жаһандық сауда мен логистиканың орталығын құрды. Қазіргі күні Сингапур инновация, технология және жоғары өмір сүру деңгейімен әйгілі шағын, бірақ қуатты мемлекет. Сингапур табалдырықтан аттағаннан ақ таңғалдырады. Әуежайының ішінде демалуға қажеттінің бәрі бар. Фудкорт, кинотеатр, қонақ үй, тіпті тропикалық бақ пен сарқырама жасап қойған. Айта кетерлігі, Қазақстан азаматтары мұнда визасыз 4 күн жүре алады. Ал одан ұзағырақ қалуыңыз келсе, құжат рәсімдеу керек. Мынаны қарашы. Қалай ойластырып қойған, Осындай да сауда орталығы болады екен. Мына жақта пойыз өтіп бара жатыр, мына жақта су ағып жатыр. Жан-жағың джунгли. Мынандай сарқырама жасап қойған ғой. Мен шынымды айтайын, бір 2050 жылға түсіп кеткен сияқты болып тұрмын. Өзім 2024 болғаннан кейін мен үшін барлығында болады. Тіпті аузымды ашып таңғалуға ұялып жатырмын. Неткен жүйе, мынаның барлығы, мына джунгли ғой енді, соның барлығына су жетіп жатыр да. Мынау орталықтағы судың былай төменге ағуы, мына баспалдақ бар ғой, әр қабаттан, сол жақтан да былай баспалдақ түрінде су ағып жатыр. Ең жоғары жағында мынадай көпір. Кәдімгідей осы жерде көру үшін қаншама турист жиналып, мына жерде кәдімгі саябақта жүргендей қыдырып жүр. Бұлай қарасам, бұл кәдімгі әуежайдағы сауда орталығы ғой. Соның өзін осылай ғаламат етіп жасап тастаған. Менің миымда ең күшті сауда орталығы Мега ғой. Мега кезінде, жаңа жыл кезінде барамыз, өйткені олар әдемі жаңа шишасын құрып қояды, ана жақта ойыншық пойыздар жүріп жатады. Соған мәз. Біз де мәзбіз, біздің балалар да мәз. Ал енді мынау сауда орталығында Мегадағыдай миың ашылмайды, керісінше тура бір саябақта жүрген сияқтысың. Мына жақта жұттар фотоға түсіп. Арнайы сондай бір балкондар жасап қойған екен да, әр жерден шығып тұратын, Адамдар келіп, әр қабаттан қарай аласын. Басымыз төмен түсірмедік қой. Жоқ, мынаны сөзбен жеткізу қиын, шынымен де көзбен көру керек. Қай жерге су тамшылап жатыр, жақынырақ барайық. Вау! Біз әдетте мұндай ағаштар, мұндай өсімдіктер жасанды ғой. Қайта-қайта миым ойлай береді, осыншама жасанды неге қойып қойған. Ал жанына келсең, жоқ, кәдімгі тірі ағаштар, тірі өсімдіктер. Қайтан пойыз корабльге сәйкес келмейтін дүниелерді сәйкестендіру ғой. Сингапурда 6 миллионға жуық адам тұрады. Олардың 75% қытайлар, 15% малайлар, 7% үнді, қалған 3% басқа ұлт өкілдері. Елде 4 ресми тіл бар: ағылшын, қытай, малай және тәміл. Соның ішінде ағылшын тілі мемлекеттік және іскерлік қатынастарда негізгі тіл ретінде пайдаланылады. Мұнда жұмыс бабымен жүрген желестеріміз де көп екен. Солардың бірі біздің көрерменіміз болып шықты. Данияр мырза Жарагүзат ханым ұлдары Ниязмен бірге қонаққа шақырды.
қуана келістік. 2010 мен 2014 жылдар арасында осы Сингапур мемлекетінде ұлттық университетінде білім алғам. Болашақ бағдарламасы бойынша бакалаврды аяқтап, сосын елге қайтып қызмет жасап, 7 жылдан кейін осы Сингапурға қызметімді жалғастыруға келдім. Өзім IT маманмын. Қазір міне 3 жыл уақыт болды. Осы Сингапурда отбасымызбен бірге тұрып, осы жермен былай айтқанда күнде танысып жұмыс жасап жатырмыз. Оқу таңдаған кезде негізі шынымды айтайын, ол 2009 жылдары Сингапур жайлы көп білмедім, мағлұматым болмады. Өзімнің жан досым осы жаққа оқуға келіп, қызықтырып айтты, осы Сингапур мемлекетінде әлемдік 30-50-ге кіретін университеттер бар. Сен соларды таңдасаң, ақш-тан да басқа жерден кем түспейсің деп. Сөйтіп қарастырып, осы жаққа келуге бел буып, 2009 жылы келіп, 2010-да сол университетке түстік. Жұмыс таңдаған кезде біраз мемлекеттерді көрдім. Европа мемлекеттері, Азия мемлекеттері. Бұйырғаны, былай айтқанда, Сингапурдың шақыруы болды. Біздің мақсат жалпы көшеміз дегенде ел жерді көріп қайтайық деген болды. Ең арзан мүмкіндік сол болып көрінді. Жұмыс істеп көріп, елде бірнеше жыл өмір сүріп көріп, көкжиекті кеңейту деген андай калька сөз бар ғой. Сол болды. Бұлай айтқанда баламыз қазақша сөйлейді. Жасы 3,5-да. Қазақстанға барған кезде кішкене сол жағынан қиын болды. Өйткені Астанада тұрған кезде қазақша сөйлейтін балаларды аз кездестірдік. Баламыз кішкене бірең-сараң орысша үйреніп келді. Жалпы бізде мақсат жоқ, Қазақстаннан біржолата кетіп қалу деген, немесе Қазақстанды кем көру деген сияқты да. Бізде тек мақсат сол отбасымызда ел жер көріп қайту, мәдениеттерді салыстырып көру, баламыздың сол әлемнің кең екенін байқасын, түсінсін, бірақ елін жерін жақсы көрсін, өзінің тілін, өзінің кім екенін ұғынып жүрсін деген. Ол ең бірінші тілден келеді деп ойлаймын. Esplanade деген концерт зал дейді ғой, сол сияқты ғой. Бұл жерде концерттер болады түрлі. Әдемі мына пішініне қарасаңыз, неге ұқсатасыз? Бұл жерде Сингапурдың жемісі бар, дуриан деген. Иісі қатты мықты шығатын жеміс. Бірақ ол жемістердің сұлтаны деп атайды соны, дурианды. Мынау пішіні соған ұқсатып жасалған, дуриан деген жеміске. Енді бұл жер CBD area дейді, яғни Central Business District. Бұл жер деген финансовый орталық қой былай айтқанда. Үлкен банктердің, компаниялардың кеңселері осы жерде орналасқан. Көріп тұрған биік ғимаратта әрбіреуінің бастарын қарасаңыз, көбіне банктердің аттарын жазып қойған. Сингапур жалпы көптеген банктердің орталығы, осы жақта кеңселері бар, көп адамдар жұмыс істейді. Және де жалпы жұмыс жағынан қараса, банк сферасында жұмыс істейтін адамдарға үлкен мүмкіндіктер бар осы Сингапурда. Бұлай қарай жүрсек, өзіңіз көріп тұрғандай, мына жерде 3 ғимараттың басында тұрған кеме секілді, бұл әлемге әйгілі Marina Bay Sands деген қонақ үй. Сәл төменірек қарасаңыз, битке қолға ұқсайтын бір нәрсе тұр, саусақтарға ұқсайтын. Бұл мұражай. Бұл мұражай арт музейм дейді, яғни әр жылдың уақытына байланысты әртүрлі темада, тақырыпта көрмелер болып тұрады. Келген кезде маған қиын болды. Маған жеке өзіме, өйткені Данияр осы жақта оқыды. Бұл жақта курстастары бар, достары бар, бірге оқыған қазақтар бар. Ал маған кішкене қиындау болды. Бірақ қазір шүкір, осы жергілікті сингапурлықтармен араласамыз. Әсіресе малай отбасыларымен жақсы араласамыз. Айына 1-2 рет кездесіп тұрамыз, отбасы болып. Мектептен бастап балалар үнділердің мерекесі болса, бәрі сол ұлттың киімін киіп алып бірге тойлайды. Қытайлардікі болса, қытайлардың мысалы жаңа жылын бірге тойлайды деген сияқты. Ең басты нәрсе ол адамдарды, өзгелерді қабылдап үйрену. Біздікі ғана норма емес, бәрінікі де норма. Тек айырмашылығы біз бір-бірімізге ұқсамаймыз. Бірақ ол менікі дұрыс, сенікі дұрыс емес деген сөзді білдірмейді. Өзгелікті, сенен басқашалықты қабылдап үйретеді. Сингапурда 3 халық және басқалар дейді, яғни Қытай, Малай, үнді және басқалар тұрады. Соның өзінде бұл жерде үлкен бір сыйластық бар, адамдардың арасында бір-біріне түсінушілікпен қарайды, бір-бірінің дінін, салт дәстүрін сыйлайды. Мысалы, мен Қазақстаннан келген мұсылман ретінде, менің жұмыстастарым Қытай, буддист болуы мүмкін, немесе христиан болуы мүмкін, Бірақ сонда да мен, мысалы, мұсылман ретінде біліп, сен халал тамақ жейсің ғой деген сияқты, мысалы, бір тамақ ішетін жерге барсақ, сол жерде халал тамақ бар ма деп біліп алып сөйтіп барады. Мысалы, ол жерде халал тамақ болмаса, онда басқа жерге барайық дейді. Өздері сол жерде қарап тұрса да, мысалы, мен көңіліме қарайды. Ол тек қана
жеке адамдар емес, компания ретінде де бар. Мысалы, компания бір фуршет мысалы ұйымдастырса, міндетті түрде халал тамақ етіп, сондай жерден тапсырыс береді. Себебі арасында бір адам мүмкін халал тамақ жейтін бар, мүмкін бір адам вегетариан шығар, жаңағы ет жемейді деген сияқты. Сондай ішінде нелер болады, таңдаулар болады тамақтың ішінде. Яғни соның өзі адамдарға, діндерге, салт дәстүрге деген құрметті көрсетеді деп ойлаймын. Адамдарға келетін болсақ, адамдардың уақыты жоқ бір-бірімен араласуға. Алдын ала уақытты белгілейсіз, алдын ала хабарласасыз, 2-3 апта бұрын айтып қоясыз деген сияқты. Кішкентай болғанмен Сингапур сондай бір қарбалас. Содан да болар, адамдар алшақтап кеткенде. Мысалы, бір адам ауырып қалса, айталық үлкен кісі қартайды, жақындады уақыты. Біреу қарау керек оған деген сияқты. Қыздары қолдарына алатын болса, ол кісімен қалай сөйлесетінін білмейді екен. Әсіресе мына немерелері өте қиналады екен ол кісілермен. Мына кісі біздің үйге неге келді деген сияқты. Сондықтан да көп жинала бермегендіктен туысқандық қарым-қатынас, бауырмашылық деген кішкене алшақтап кеткен. Тас жүрек болғаннан емес олар қалай көңілдерін білдіреді, сезімдерін қалай білдіру керек, атамен қалай араласу керек, сол жағын кішкене білмейді да. Мысалы, менің бір құрбым, оның сондай диагнозы бар, депрессия. Қазір, мысалы, мен араласып барып тұрам, бірақ маған айтады, Гүлзат, сен қызықсың, сен экспатсың дейді, шетелдіксің, менімен араласасың. Ал менің бұрыннан араласып келе жатырған адамдар менімен араласпайды дейді. Өйткені менің диагнозым бар дейді. Мысалы, бізде бар ғой, біреу ауырып қалса көңілін сұрап бару, біреу қайтыс болса көңіл шай беру деген сияқты. Бұларды да дәстүрлер бар деп ойлаймын. Бірақ дегенмен уақыттың аздығына байланысты сол нәрсе суып қалған. Сингапурда азық-түлік бағасы қымбат дейді. Соны тексеру үшін Мустафа деген үлкен сауда орталығына келдік. Бұл жер енді бірнеше қабаттан тұрады. Әр қайсысында мысалы тұрмыстық химия, екінші қабатында азық-түлік, бірінші қабатында дәрі-дәрмек сатылады. Біз қазір екінші қабатындамыз. Бұл жерде міне көріп тұрғандарыңызда жеміс-жидек, көкөніс, солардың бағасымен танысайық. Қаншалықты қымбат, көзімізді жеткізейік. Тура жанымызда тұрған, бізде кокос болса керек, Иә, кокос. Кокостың іші $1,5. Айта кету керек, мұнда доллар деп көрсетіліп тұрған, ол ақш-тың емес, осы Сингапурдың доллары. Бананның килограммы $5-9. Бұл енді біздің Магнум сияқты орталық болғандықтан бағалар сәл төмендеу. Ал егер сен дәл бұрыштағы, мысалы, кез келген басқа бір кішігірім супермаркетке кірсең, баға сәл қымбаттау болады. Оны да ескеріңіздер. Мысалы, осы Мустафа мен басқа дүкендерді салыстыратын болсақ, жай ғана Кока-коланың өзі Мустафада 3 есе арзан. Жай қалада алған кезде 3-90-ға, 3,5-ға алып жүрсек, Мустафадан оны 1-10-ға алуға болады. Мынау не, апельсин ба бізде? Бесеуін 2,50-ге аласың. Бесеуі 2,50. Немесе 1 килограммға 7,90. Индияныкі дейді, Үндістандікі. Азық-түліктің көбісі Үндістаннан келетін сияқты. Мандарин де Үндістандікі. 5,90 бір келісі. Маған қызық анар қаншадан. Енді анар мысалы бізде қымбат қой. 5,50. Бірақ сол тұр екен. 5,50. Сингапур деген кезде алғашқы ойлардың бірі ол қымбатшылық. Әлемнің ең қымбат мемлекеттерінің бірі. Ол рас, былай айтқанда қалтаға соғатыны негізі ол тұрғын үй. Яғни жалдайтын үйлерің, пәтерлер өте қымбат болып саналады. Бірақ егер тамақ, киімге келсек, ондай қымбат деп айта алмас едім. Себебі Алматының өзімен салыстырсаң да негізі қатты қымбат емес, киімі де, тамағы да. Мүмкін сәл қымбат, бірақ енді бірнеше есе деп айта алмаймын. Ең көп қалтаға соғатын сол тұрғын үй мәселесі. Мұнда азық-түлік шығару жағынан қиындықтар бар. Өйткені жер аз, білесіздер. Өздерінің жеміс-жидегін, көкөнісін өсіре алмайды бұл ел. Мына етті сырттан алып келеді. Өйткені мал жайылатын өріс жоқ. Негізі бір қызық нәрсе, Сингапурдың мысалы бір 30-40 жыл бұрынғы кезін қарасаң, фотосын картада кішірек болған. Бір 30-40 жылда кеңейткен. Яғни жасанды түрде құрлықты үлкейту арқылы бұлар жерін үлкейтіп ғимарат салады. Жалпы баспанаға келетін болсақ, бұл жерде үкімет жергілікті азаматтарға өздерінің үйлерін алуға жағдай жасап қойған. Олар өздері зейнетақылардың бір CPF деген өздерінің біздің зейнетақы қоры сияқты нәрсе бар. Сол арқылы төлеп,
жаңағы 30 жыл 20 жылда өздерінің үйлерін төлеп шығуға көмектеседі. Мысалы бір комнатты $2,500 басталады. Жалға алу нәрсені айтып жатыр. Ал жалпы бұлай үйдің бағасы кем дегенде 400-500 мың Сингапур доллары болып табылады. Ол 2 бөлмелі пәтерлер. Ол үкіметтің пәтерлерін айтып жатыр. Жаңа Зеландияның алмаларын. 5-еуі 2,90. Жаңа Зеландиядан кепті. 3,75 жұмыртқаның ондығы. Қытайдың жұмыртқасы екен, қараш. А жоқ, Малайзияның фермасынан дейді. Тауықтың еті 7,90 дейтіне. Бұндай сандары, сүйектері бар. 7,90 тауықтың еті. Фарш 24,90. Oko-ко 1 килограмма. 1,5 литрлік фанта 2,10. 330-дықтың 4-еуі 4,10. Жарты литр сулар 0,50. Сары май бар екен, сары майды көріп жүрек. Міне, мысалға бізге таныс бренд президент. Мынандай 3-еуі 17,35 екен. Сүтке келер болсақ, 1 литрі 1,70. Таза милк, таза сүт. Сингапурды айыппұлдар қаласы деп те атайды. Өйткені мұнда заңсыз әрекет еткен адамның бәрі үлкен айыппұл арқалайды. Содан болар бұл әлемдегі ең қауіпсіз және таза мемлекеттердің бірі. Елде тіпті сағыз шайнауға, сатуға қатысты шектеулер бар. Қауіпсіздік жағынан өте жоғары деңгейде. Мына жерге баруға болмайды деген жерлер жоқ. Барлық жерге баруға болады. Түннің қай уақытында болсын, бірдеңе ұрынып қалам деген ондай қатты уайымда болмайды. Мысалға, көп жерлерде әрине мысалға жұбайыңды, мысалы балаларыңды бір жерге жіберген кезде қатты уайымдап отырасың, тексеріп, таксиді жаңа қарап. Бұл жерде уайымдаудың да қажет жоқ. Ондай жағдайлар бола бермейді. Яғни өте қауіпсіз. 5-6 миллион халықты былай айтқанда кім қандай адам екенін былай барлығын деректер бойынша жинауға да ыңғайлы ғой негізі. Жай бір HDB деп үйді айтып жатырық қой. Мемлекет салған үйлер көп та бұл жерде. Сол үйлердің әрқайсысында камера бар. Астында көп жерлерінде камералар тұрады, жолдарда камералар бар. Яғни қандай да бір жағдай болған жағдайда камера арқылы бұл тауып алады да тез. Сингапур кішкентай болса да көрікті жерлерге бай. Бірақ оның бәрін аралауға уақытымыз тапшы. Сол себепті бірінші кезекте Марина Бэй Сэнста орналасқан Sky Park айлағына көтеріліп, қаланы биіктен бір шолып шығуды жөн көрдік. Саяхат туралы, саяхатта қолдануға болатын лайфхактарды іздесеңіз, Авиасыз KZ жаңа медиа ашты. Қазақстан және әлем аралаймын деген жандар осы жерден өзін қызықтырған сұрақтарға жауап таба алады. Түрлі хикаялар, топтамалар мен кеңестер демалыста. Көру алаңына көтерілдік. Мына жерден енді қалаға керемет көрініс ашылады екен. Айнала тамаша. Кәдімгідей жақсы жел соғып тұр. Өте биікте жүргеніміз бірден байқалады. 56 және 57 қабаттардамыз. Қараңыздар, артымыз қандай кереметіне. Бүкіл Сингапур алақандағыдай көрінеді. Келіп, фото-видеоға түсіп, мына бардан сусын сатып алып, демалып отыруға болады. Мен 56 қабатқа көтерілгенде кәдімгідей құлағым тұнып қалды ғой. Сондай болады. Айтпақшы, бұл біздің екінші рет көтерілуіміз. Өйткені бірінші рет көтерілген кезде жаңбыр жауып кетті. Және қауіпсіздік мақсатында бізді бұл жерден шығарып тастады. Яғни жел көтерілгеннен кейін неше түрлі жағдай орын алып қалуы мүмкін. Бұлар тәуекелге барғысы келмеді, сондықтан да біз де ережеге бағынып түсіп кеттік, енді. Бірақ түсер кезде айттық, біздегі көріп үлгергеніміз жоқ. Түсіретін дүниелеріміз бар еді деп олар айтты. Төменге түсіп, бәрін түсіндіріңдер, ертең қайтып келсеңдер, немесе жаңбыр басылғаннан кейін қайтып келсеңдер болады деп. Сөйтсек, бұл жерде билеттің 2 түрі бар екен. Біз күндізгі билет алдық қой, ол деген сағат 4-ке дейін жарамды. 4-ке дейін билет құны 32 Сингапур доллары, ал 4,5-нан кешкі уақытқа дейін 36 доллар. Өйткені елдің бәріне күн батар шақты көруге келеді, сол себептен оның бағасы сәл қымбатырақ. Жоғарыдан қарағанда Сингапур таңғажайып футуристік қала ретінде көрінеді. Аспанмен таласқан ғимараттар жіңішке және бір-біріне жабысып тұрған сияқты әсер қалдырады. Ерекше дизайнда салынған нысандар көп, ал көшелерінде кептеліс, құжынаған адам байқалмайды. Керісінше бір жайлылық сезіледі. Теңізде жағаға жақындайтын кезегін күтіп тұрған жүк таситын кемелердің санына жете алмайсың. Жері қанша аз болса да, айналаны көгалдандырып тастағанына риза боласың. Сингапур урбанизация мен табиғатты үйлестіре білген әлемдегі сирек мегаполистердің бірі.
Қала билігі әрбір жаңа ғимаратта белгілі бір пайыз жасыл кеңістік болуы керек деген талап қояды. Қазіргі уақытта мұнда 350-ден астам саябақ бар. Олардың саны жыл өткен сайын көбейіп келеді. Өйткені 2020 жылдан бері елде 1 миллион ағаш отырғызу жоспары іске асырылып жатыр. Біз Марина Бейдің 56-шы қабатынан төменге қарай түстік. Қазір Гарден паркке барамыз, бау-бақшаны тамашалаймыз. Бір байқағанымыз, Сингапурда кептеліс мүлде жоқ екен. Мына үлкен қалаларда үлкен мәселе бар ғой. Машиненің шуы деген, кептелістің шуы, ары бері ағылған мопедтер, дабыл басып тыныштықты бұзған көліктер деген сияқты. Сингапурда оның еш қайсысы жоқ. Сөйтсек, мұнда машине айдау құқығына ие болу өте қымбат екен. Яғни сіз жүргізуші куәлігін алу үшін де арнайы бір аукцион болады, сол аукционға қатысады екенсіз. Сол аукционда ұтсаңыз ғана көлік жүргізу құқығына ие боласыз. Мен айтам, қалай ерінбейді деймін де, әрбір сантиметрге, әрбір бұрышқа бір нәрсе егіп тастаған, гүлдерді. Мына қараш, 57 қабат әр балконында, әр бөлменің балконында өсімдік өсіп тұр. Сингапурда жаңағы айтылғандай халықтың көбі ол метромен жүреді және автобустармен жүреді. Сол машиналардың былай айтқанда азаюына бір ықпалын тигізеді. Бір, екінші ол мемлекет жағынан контроль жасау, яғни машинаның санын шектеулі қояды. Егер жаңа мысалға машинаның квота босап жатса, соны олар сатуға шығарады былай айтқанда. Сонда адамдар сол кезде рұқсатты ұтып алған кезде 10 жылға ғана рұқсатты ұтып алады. Ол деген негізі мына біздің білетін машиналар шамамен $100,000 ғой. Сол тек рұқсатты алу үшін, 10 жылдық рұқсатты алу үшін. Машинаның құны бөлек, салығы бөлек деген сияқты. Қоғамдық көлік өте жақсы дамыған. Байы болсын, кедейі болсын, қандай болса, ондай болсын, барлығы қолданады. Метро бар, автобус бар, толық қамтамасыз етілген. Мына жерге қалай барам деп басыңды қатырмайсың. Және де автобусқа баламен кіріп шығу оңай. Әсіресе жаңағы байқасаңыз, мүгедек адамдар бар ғой. Олар мысалы емін-еркін жүре береді қаланың ішінде. Автобусқа кірген кезде жүргізуші шығып, пандосын көтеріп, түсіріп, кіргізіп деген сияқты. Өте ыңғайлы қала. Адамдарды бөлмейді, мүгедегіне қарай деген сияқты. Мысалы, қазіргі балалардың аутизмі бар, қазіргі балалардың даун синдромы бар деген сияқты. Ол балаларды кәдімгі орта мектептерде оқыта береді. Арнайы мектептерде де бар, егер де диагноздарына байланысты ғой. Бірақ негізі diversity деген мағынаны қолданады. Бөлмейді, шектетпейді, барынша жағдай жасауға тырысады балаларға. Шынымен адамдарға арналған, балалы адам болсын, баласыз адам болсын, мүмкіндігі шектеулі адам болсын, барлығына қолайлы етіп жасаған. Мысалға бір жолды өту үшін көпір жасап қойса, соның өзіне де мысалға лифт қояды. Барлық жер болмаса да көп жерлерде. Біз мына жерден өте алмай жүрміз деп мысалға жазса, сол жерге жаңа лифтін салып, сол өткелден адамдар жеңіл өту үшін мысалға арбамен жүретін адамдар болса. Сол сияқты көп бүкіл ғимараттан мен жаңағыдай пандустар барлық жерде бар, қиналып жатқан, өте алмай жатқан адам көрмейсің. Және мүмкін бұл менің ойым шығар, Қазақстанда біз мүмкіндігі шектеулі адамдарды көп сыртта көрмейтін сияқтымыз, бүйтіп араласып жүрген, бүйтіп көзге көп көрініп жүрген, байқамайтын сияқтымыз. Бірақ Сингапурда қатты байқайсың. Бір жағынан ол мемлекеттік қолдау шығар, сол адамдарға қолдау көрсетейік, ол өздерін барлығымен бір тең көрсін дегендей. Жалпы бұл жақта жаңбыр маусымы деген түсінік бар. Жаңбырдың жауып, күннің ашылу арасы небәрі бірнеше минут болуы мүмкін. Жаңа ғана шайды ашық тұр еді, міне жаңбыр құйып кетті. Енді сол жаңбырдан тығылатын жер іздеп жүрміз. Бесік арбаның несін жаңбырдан қорғайтын қабын алғанбыз. Ол да бір жақсы болды. Ол да жақсы болды. Сосын бір қызығы жаңбыр деген құйып жауады, артынша жаңбыр тоқтағаннан кейін жер деген кәдімгідей кеуіп қалады. Күн жылы болғаннан кейін қанша су болсаң да жаурамайсың. Адамның бәріне тығылып тұр жаңбырдан, біз сияқты. Бізде неге жаңбырдан қашады? Екен жаңбырдың астына қалсаң ауырып қаласың. Ал бұл жерде жаңбырдың астында жүресің, бірақ ауырмайсың. Және ең басты лайфхак, бұл жаққа қолшатырмен келу керек. Ол күннен де қорғайды, жаңбырдан да қорғайды сізді. Сингапурдың бақшаларын аралағанда болашаққа түсіп кеттім деп ойлайсың. Немесе Аватар фильміндегі Пандора планетасында жүргендей әсер аласың. Қалаға ғашық болдық. Бірақ осындай әдеміліктің ішінен бізге бір нәрсе жақпағанын да айтайық. Ол тамақ. Иә, жергілікті жұрттың асханасы бізге мүлде ұнамады. Тіпті алып қойған кей тамақтарымызды
ауыз тигеннен кейін жей алмай қалдырып кеткен кезіміз де болды. Таңдаудан қиналдық. Қайта орталықта Анадолудан келген түрк ағайындардың асханасы бар боп шықты. Ести сала сонда тарттық. Қарын ашты, сөйтіп Арабик стрит, яғни Араб көшесіне келдік. Бұл көшенің бойы кілт тамақтанатын жерлер. Түрк асханасы көп. Міне берген тапсырысымыз менде Адана кебаб, Ернарда Искандер кебаб. Және түрктің шайы. Мынау екеуі де бір басыма. Сингапурда қатты қиналып кеттік. Қайдан тамақтарымызды, не жерімізді білмей әбіржіп кеттік. Міне қазір мына тамақты көріп, қуанышым қойныма сыймай отыр. Жегім кеп тұр. Түріктің шайында мен менсінбей жүрген едім. Шіркін қазақтың сүтті шайы болса деп. Жоқ, түріктің шайы күшті екен. Қытайдың тамағын бірнеше күн жегеннен кейін түріктің тамағымен жылап көрсесің дейді. Тіпті Түркияны сағынып отқанымызды да айтып жатырмыз. Жаңа Жазир екеуміз Сингапурда мына Қытайдың тамағынан одан бөлек әлгі Макдональдс бар, KFC бар, соның бәрінен шаршағаннан кейін түріктің тамағы деген кәдімгідей өзіміздің қазақтың ұлттық тағамындай болып сезіледі екен. Дастархан басында отырғандықтан осы тамақ жайлы айтқым келеді. Жалпы Сингапурда кейбір үйлерде тіпті асы жоқ екен. Сенесіздер ме? Сондықтан да бұл қалада тамақ ішетін жер өте көп. Әрбір 200 метр сайын кафе, тамақ ішетін жерлер. Халық асы болмағандықтан тек сырттан ғана тамақ ішеді. Енді мен үшін кәдімгідей андай бір тың ақпарат, таңғалатын ақпарат болды. Қалай ол үйдің ішінде асы жоқ. Демек, бұларға сырттан тамақ ішкен өте андай бір қолайлы болып тұр ғой. Сондықтан да бұл жерде тамақ бизнесі қатты дамып кеткен. Араб көшесін аралап жүріп, бір ағамызды кездестіріп қалдық. Түрік ағамыз осы жерде даяшы болып жұмыс істейді екен. Бұл кісі қазақша суда екен. Атыңыз кім аға? Танер ағамыз, иә. Бізді қазақ екеніміз бірден танып қойды. Қайдан танып қойдыңыз біздің қазақ екенімізді? Мен Қазақстанда болдым, Алматыда жұмыс істедім 7 жыл. 2003 жылынан 2010 жылына дейін Алматыда болдым. Тамаша. Иә. Қалай жалпы сізге Қазақстан сол кезде? Иә, Қазақстан сүймеймін. Қазақстан адамдары басқа, жақсы. Қазір қанша жыл болды Сингапурда жүрген? Сингапурда 2,5 жыл болды. Шаршадым. Шаршадыңыз ба? Қазақстан сағынды. Менің достарым бар Қазақстанда, сөйлесеміз. Қазақстанда қандай жұмыс істедіңіз жалпы? Туристическая компаниям болды менің. Туристический агенттігім. Қазақстанда. Гостиница Қазақстан ішінде офисім болды. Тамаша. Сингапурдың қандай бір жақсы жақтары бар? Несімен ұнайды сізге? Системасы жақсы, система, дисциплин. Аферистер болмайды Сингапурда. Аферистер жоқ. Адал. Бағана айтып жатырмыз ғой, түрік бауырларды көрген кезде қуанып жатырмыз деп. Ал Тәңір ағамыз тіпті қазақша білеткен, ол кісінің қазақша сөйлегенін көріп тіпті қуанып қалдық. Рахмет аға, жақсы, аман болыңыз, сау болыңыз. Сау бол. Самандықта жолығайық тағы да, Алматыға келіңіз тағы да. Келем, иншалла. Түрік асханалары орналасқан Араб көшесі ислам мәдениеті мен сауданың орталығы саналады. Мұнда 19 ғасырдан бері малай, араб және бугиз халықтары қоныстанған. Көшенің бір басында алтын күмбезді Сұлтан мешіті тұр. Ол 1824 жылы Сингапурдың алғашқы сұлтаны Хусейн Шахтың бұйрығымен салыныпты. Бұдан бөлек қалада Қытайлар ауданы Чайнатаун, үнділер ауданы Little India бар. Қай-қайсына барсаңыз да бірінен бірі ерекшеленіп тұрады. Чайнатаундағы үлкен ғибадатханада Будданың тісі сақталған деседі. Ал Little India'ны араласаңыз, Үндістанда жүргендей боласыз. Көшедегі жарнама, дүкен сөрелеріндегі азық-түлік, сары киген келіншектер үнді елін еске салады. Сингапур бай ел дейміз ғой, бірақ сол байлыққа да қызмет ететін қызметкерлер керек қой. Байлардың үйін тазалайтын, қоқысын шығаратын, тамағын дайындап беретін адамдар болады. Үй қызметкерлері деп айтайық. Олар көп жағдайда Сингапурға сол шеттен келген иммигранттар. Олар 6 күн жұмыс істейді екен де, тек бір күн ғана демалады екен, ол жексенбі. Бүгін дәл сондай жексенбі күнге түсіп тұрмыз. Жаңа жер асты өткелінен өткен кезде көп адам сол жерде жер астында тамақ ішіп отырған байқадық та. Сөйтсек сол жан-жақтан жиналған үй қызметкерлері екен. Достарымен, таныстарымен, туысқандарымен аптасына бір-ақ рет кездесу мүмкіндігі бар. Өйткені аптасына басқа күндері башқан кезде 24 сағат олар жұмыс істейді. Караокеге барып ән айтуға да мүмкіндіктер жоқ қой, сонда мына жерге тамақтарын өздерімен бірге алып келіп, микрофондарын алып келіп, музыка аппараттарын сол жерде қосып ән айтып жатыр, фотоға түсіп жатыр.
Аптасына бір күндік демалыстарын әйтеуір барынша өнімді пайдалануға тырысып жатыр. Қазір де мысалы мына паркте төсеніштерін төсеп қойып, сусындарын ішіп отқандар да солар ғой. Мен басында түсінбей қалдым. Не болып кетті, шошып кеттім. Әлде дүние ритуал болып жатыр ма? Неге ән айтып жатыр? Неге тамақ ішіп отыр? Әлде бомждар ма? Әртүрлі ой болды менде. Қызық. Жүре берсең неше түрліні көре береді екенсің. Біз өте керемет жерге келдік. Енді Сингапурдың табысының құпиясы десек болады шығар. Сингапур жетістігінің құпиясы. Сингапурдың қазір экономикасының негізгі қозғаушы күші. Сингапурдың жүрегі. Дәл солай. Бұл Сингапур бұғазы әлемдегі ең маңызды теңіз дәліздерінің бірі. Ол Үнді мұхиты мен Тынық мұхитын байланыстыратын Малакка бұғазының бір бөлігі және Сингапурдың стратегиялық орналасуын айқындайтын негізгі фактор. Бұғазбен жылына 50 мың кеме өтеді. Қаланың қай бөлігінен қарасаңыз да бұғаз анық көрінеді. Бірақ біз жақынырақ келуді жөн санадық. Порттың тарихынан сыр шертетін музейге кіріп, бір сәт толқындарға қарап, теңізден соққан самал желге бетімізді тосып, сергіп қалдық. Ал енді кешкі Сингапурда аралайық. Түнгі Сингапур біз деген орталықтағы көшелердің бірін аралап жүрміз. Орчард деп аталады. Атақты көше деген атауға ие. Халық арасында күшті безендіріп тастаған нағыз Крисмас, жаңа жылдық атмосфера. Жұрттың бәрі үйлерінен шығып, әдемі киімдерін киіп, өздерімен бірге жарқын көңіл күйді алып, бұл жерде серуендеп жүр. Тура Арбаттағыдай ән салып жатқан, өнерін көрсетіп жатқан талантты жандар көп. Соны тыңдап отырған да халық та көп. Біздің Есентай мен Арбаттың қосындысы сияқты. Бірақ әрине масштаб кең, масштаб күшті. Қысқасы, аяқ алып жүре алмайсың, ине шаншыр жер жоқ дейді ғой. Дәл сондай болып тұр. Ары бері ағылған, не істеп жүргендерін шыны керек өз басым түсінгем жоқ. Өйткені айтарлықтай бір көретін ештеңе жоқ та қысқасы. Адам көп болды. Елдің бәрі жүр. Сол елдің бәрі жүргеннен кейін елдің бәрі жүр. Ой, сен трендті түсінбейді екенсің ғой. Анау неше түрлі алпауыт брендтер өзінің сауда орталығын керемет безендіріп тастаған ғой. Онымен қоса көшелерді безендіріп тастаған. Күшті шышалар тіккен. Сол жерде баспалдақта отырып, соның барлығына қарап, әнді тыңдап, отырасың да фото, видео түсіріп қайтасың. Сондай болып тұр ғой қысқасы. Менің бір байқағаным, мұнда жаңа жылға дайындық өте қатты жүреді екен. Барлық жерге шырша тігіп тастаған, бірақ шыны керек біздің ойымызда жаңа жыл ол желтоқсанның соңы, қаңтар, қақаған аяз, соған бір шырша үйлеседі. Бұл жерде сол дүние үйлеспейтін сияқты біртүрлі қызық көрінеді екен. Қолда бар алтынды кейде бағаламай жатамыз ғой. Біз пальмаға қалай бүйтіп вау деп қараймыз, бұл жақтағы адамдар шыршаға да солай вау деп қарайды екен да. Тіпті осылай көшелеріне шырша тігіп қойып, оны безендіріп қойған. Қараңыздар, қаншама адам, көп, өте көп. Енді осының бәрін көріп ойланып қалдым. Азиялықтар ақыр осылай жаңа жыл тойлаған жақсы көреді екен. Шыршаны ұнатады екен. Ақшалары көп екен. Ақшалары көп екен, иә. Неге? Алматыны азиялықтардың жаңа жыл тойлайтын орталық етпеске, иә? Бізде шырша, Құдайға шүкір, анандай жасанды емес, табиғи шыршаларымыз бар. Жасанды қар емес, кәдімгі қар бар. Жасауға болады ғой соны, неге жасамасқа. Келем дейтін турист көп болатын сияқты. Қараңыздар, қаншама мыңдаған адам Сингапурға жаңа жыл қарсы алуға келіп жатыр. Сол сияқты осының ең болмаса бір 10% Алматыға келсе, қандай керемет болар еді. Ойбай, мына халықтың арасында өте аламыз ба, Жазира? Жол. Біреудің көлігін сырып кете жаздадым. Бұл жерде Сингапурда ғана кездесетін балмұздақ. Бұның ерекшелігі нанның ортасына, сэндвичтің ортасына салады. Әртүрлі дәммен таңдайсың. Бірақ көрдіңіз бе? Міне мына кісі жеп жатыр ғой, нанның ортасына салып береді. Бұл адамды қызықтырып. Алып жей салайын десең, ұзын сонар кезек. Кезектен тыс алуға болмайды. Кәдімгі нанның ортасына балмұздақ салып, соны сатып жатыр. Ал кезек енді сұмдық, қараңыздар, нанның бәрі кезек. Кезек. Мына жерде міне кезек бітті. Сонда осыншалық
кезекте тұратындай тәтті балмұздақ па? Көбі турист деп ойлаймын, біз сияқты транзиттік болсын, арнайы келген, жаңа жылды қарсы алуға келген. Барлығы, мысалы, мен сияқты естиді ғой, ұлттық балмұздақтары деген сияқты. Жемесең болмайды Иә, деген. бір рет келгеннен кейін, мысалы, дәмін тартқым келеді. Иә. Мен де дәмін тартқым келіп тұр, сол сияқты ғой. Үйге барғанда нанның ортасына балмұздақ салып беремін. Мен рецепт білемін, Жазира. Осымен біздің Сингапурға жасаған сапарымыз аяқталды. Енді Бали аралына барып, армандарымызды орындап қайтсақ дейміз. Ол қандай арман екенін келесі шығарылымнан көресіздер. Арнаға жазылып, үліп қойып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар.